Қарағандыдан барлығына сәлем. Бүгін сіздердің сұраныстарыңыз бойынша мынау күркетауық балапандары жайлы тағы да біршама толығырақ ақпарат бергім келіп отыр. Жалпы күркетауық балапандарын жұмыртқа қалпында сатып алғаннан бастап қалай ұстау керек деген әңгіме айтатын боламыз. Мінекей біздің балапандарға арналып жасаған алаңқайымыз. Қораның алдына осындай сеткадан, штакетниктен кішігірім алаңқай жасадық. Жалпы енді бұл күркетауық балапандар жайлы айтып кететін болсақ, күркетауық балапандарын емес, күркетауық жұмыртқасын алғаннан бастап 12 сағат, 8 сағаттай бөлме температурасында сақтау керек. Инкубаторға салғаннан бұрын 20-25 градусқа шейін ол жұмыртқа асықпай ақырындап жылыну керек. Одан кейін инкубаторға саласыздар. Инкубаторға салғанда бірінші 12 күнде, 28 күннің бірінші 12 күнінде ылғалдылығы 50-55%, температурасы 37-8 шамасында болу керек. Одан кейінгі аптада 12 күннен 19 күнге дейін 37-6-37-5 шамасында болу керек. Ылғалдылығы дәл солай 50-55%. Одан кейінгі 19-26 күндері 37-2-ге дейін түсіресіздер. 37-2 температурамен, енді мен өзімнің тәжірибеммен бөліскім кеп, соны айтып жатырмын. Одан кейінгі 7 күнде 26 күнге дейін 50-55% ылғалдылық, 37-2-37-3 температура болады. Қалған 2 күнде ылғалдылығыңыз 75-76%, 37-2-37-3 температурада болады. Жалпы күркетауық балапандары 26 күннен бастап жара бастауы мүмкін. Негізгі тәртібі бойынша 28 күні шығу керек. Енді менің тәжірибемде 26 күннен бастап шықты. Және де бұл балапандардың өте аурушаң келетіні, өте әлсіз келетіні белгілі. Туғаннан кейін 33 градус, 30 градус шамасында брудерда сақталу керек. Брудер туралы толық видеороликті назарларыңызға кейін ұсына жатармын. Шамамен алғанда брудер дегеніміз міне осындай жер. Бұны Қытайдан алынған, Алиэкспресстен алынған терморегулятордан істедік. Қабырғасы пенополистирол. Яки температурасы сақталып тұру үшін міне осындай терморегулятор. Брудер, түсіңдер. Брудердің ішінде брудердің ішінде бізде қарауға арналған бір терезе, 2 терезе. Қосымша вентилятор орнатылған болатын, ол қосылған жоқ. Және қарапайым 2 60 ваттық лампа. Осы брудер астына қағаз, я болмаса арнайы пеленкалар болады, соларды салуға болады. Оның үстіне осы брудерді жауып қоясыздар қатты жерге. Брудердің ішінде температура осы 2 лампаның көмегімен сақталып тұрады. Одан кейін ақырындап температураны азайта бересіздер. Бұл брудердің ішінде бізде 60 балапан сақталды бірінші 4 күн. Бірінші 4 күн 60 балапан сақталды. Одан кейін өкінішке орай маңайымызда электр жарығымен ақаулар шығып, жұмыс жүргізілген кезде электр жарығы өшіп қалды. Соның нәтижесінде балапандар тоңып бір бұрышқа жиналады екен. Астында қалып қойғандары
тұншығып қалады екен. Солай білместікпен басында бірнеше балапанды өлтіріп алдық. Бұл брудерда 4 күн сақталды. Одан кейін балапандарымызды енді жылдамдатып осындай кішігірім қора жасадық балапандарға. Бұл міне терезеден құрастырылды. Қабырғасына жылуды сақтау үшін мынандай шылтыр аты теплолорд деген пленка. Осымен қапталып, міне балапандарды сақтауға арналған кішігірім қора жасадық. Қораның ішінде қорауымыз осындай болды. Міне мына жерден шығады балапандар. Мына жерде таза ауа кіру үшін сетка, және жемін салып ауыстырып отыру үшін мынандай есік жасадық. Жалпы бұл жерде қазіргі күнге шейін сақталуда балапандарымыз. Тек түнде ғана тұрады бұл жерде. Әрине өздерінің қалаулары бойынша есік қазір ашық жатады. Жем салатын астауымыз міне канализациялық трубадан жасалған. Осылай екіге жарылып, базардан алынған мынандай тор бірде бір яки 10-10 миллиметрлік көзі бар сеткадан қиылып жасалды. Үш көзден қиып, міне осындай астау жасадық. Қазір балапандар осының үстіне шығып, саңғырып тастамау үшін нақсап жауып қоямыз. Суды мынандай енді арнайы науаға құйып қоямыз. 2 литрлік банкамен витамин беруге де ыңғайлы. Суға да балапандар түсіп, тұншығып қалмайды, үсті басын соғылмайды. Осындай астаумен, науамен берген ыңғайлы. Жалпы енді бұл балапандар жайлы тағы да айта кететін болсақ, қазіргі кезде бұл балапандардың салмағы жылдам өсіп келе жатыр. Жақын 2 күн бұрын өлшегенімізде ең үлкенінің салмағы 1 килограмм 270 грамм болды. Ең кішісі қазір араларыңызда. Ол кішкене балапан күнінде ауырып қалған сондайлы балапан міне жүр. Бұның салмағы 400 грамм. Мінекей біздің балапандарымыз осындай. Тағы қосымша сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Және болашақта біз инкубация жасаған Золушка деген инкубатор жайлы қазақша видеоролик салатын боламын. Және балапандарды сақтауға арналған брудер жайлы видеоролик салатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, назарда болыңыздар. Видеомыз ұнап жатса, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Сіздермен болған күркетауық балапандары. Кездескенше.